Осы жаңа әкімдіктер деп айтып қалдыңыз. Осы жер кодексі талаптарын көбінесе сол әкімдіктердің өздері бұзып жатады. Сондай фактілер бізде өте көп тіркелген. Мысалы, жақында Петропавл қаласы әкімдігінің жер қатынастары бөлімі кодекс талаптарын бұза отырып, жеке және заңды тұлғаларға конкурстан тыс 6 жер телімін берген. Осындай фактілер өте көп. Енді бұндай заңсыздықтарды азайту үшін не істеу керек? Бұл деген сөз әлі ескі Қазақстанда жүрміз деген сөз. Көрдіңіз бе? Әлі де бұрынғы ашығын айтсақ, Назарбаевтың жүйесі көп жерде кері тартпа жұмысын жасап жатыр. Бұл жерде бір сөзбен айтсақ, түбегейлі кадр саясатын жасау керек. Сөйтіп сендер сияқты жас азаматтарды, іс білетін азаматтарды, жаңалық жасайтын азаматтарды, сыбайлас жемқорлықтан алыс, жеп көретін, жаңа ой, жаңа санасы бар азаматтарды алып келу керек. Кейбірде осы мен құсап, 20-30 жыл отырғандар бар кейбір министрлікте. Сол ескі жүйеден отыр. Ол не дейді? Мына компьютерді қойып қояды, заңға сәйкес деп қояды. Ал жаңа қазақтың патриоты ретінде, қазақтың азаматы ретінде, мынау жаңа дүниені жасайын, ертеңге керек қой деп ойламайды. Бюрократия былай айтқанда. Қазақстанда әлі бюрократия жайлап тұр. Маған тимесем болды дейді, өз жағдайым жасайым, сыбайластық бар шығар жемқорлық оның да. Ал отырады осылай, қимылдамай бір жерде. Оның бәрін ауыстыру керек. Ал оны қалай жасау керек, мен айтайын саған. Ауылда біздің апаларымыз болатын, әжелеріміз. Ашуланғанда сол біздің әжеміз айтатын, есіктің алдында мусор көбейіп кетті. Әртүрлі. Осының бәрін ұзын сыпырғыш алам да дейтін, бірақ сыпырып тастайым дейтін. Міне Қазақстанға әлі сол мықты сыпырғыш келмей тұр, болмай тұр. Енді мынау жаңа премьер-министр жаңадан келді ғой енді. Осы азамат үлкен сыпырғыш алса қолына, сөйтіп шөп шаламды Назарбаев уақытысындағы болған, сол шөп шаламның бәрін сыпырып тастап, жаңа өмірді бастау керек. Сыпырып тастайды деп ойлайсыз ба? Оның 100 күндігі де өтті. Міне қанша уақыт болды, иә? Жарты жыл болды ма? Келгеніне? Енді бәрі айналайын, бәрі мінезде. Мінезде. Сондықтан мен ойлаймын, ол жігітте мінезін көрсететін уақыт болар. Егер мінезін көрсетсе... Мінезін көрсетемін деп жүргенде қызметтен кетіп қалмай ма Смайыловтың жолы? Кетсе халық үшін, жүрміз ғой халық үшін бізде, мысалы, қызметтен де кеткенде де, жұмысы жүргенде де өмір болды, қайта пістік. Бектенов енді билікке келгенде барлығы күтті, шыны керек, Назарбаевтың сол тазартады, жемқор жүйесін деген сияқты күткендер көп болды. Бірақ енді қанша уақыт күту керек? Айналайын былай болып тұр. Бұл 30 жыл жиналған ғой барлығы. Өзің ойлаш, ол оңай емес қой. Бірдестен жасау. Бірақ қадам-қадамнан жақсы. Мысалы, мынау қазіргі су тасқыны болған жерлерді жөндеуге, соған талап қоюда, тезірек үйлерді салуда, мысалы, халыққа жағдай жасауда, бұл жерде былай мен дұрыс айтар едім премьер-министрдің еңбегін. Бірақ басқа салаларда осындай табандылық көрсету керек деп ойлаймын. Жер мәселесіне қайтып оралсақ, осы ұлттық табиғи парктердің ұзақ мерзімді жекеменшікке өтуіне де тоқталып өткім келіп отыр. Біздегі осы Іле Алатауы табиғи паркі, 2062 жылға дейін Тимур Құлыбаев компаниясымен келісімшартқа тұрды, ұзақ мерзімді пайдалану шартына. Жалпы дұрыс па ұлттық парктердің осылай ұзақ мерзімді пайдалануға берілуі жекеменшікке қалай? Бұл айтуға ұят. Осы Тимур Құлыбаевтың алмаған нәрсесі, бармаған нәрсесі болмады ғой, тек айналайын. Енді қалғанды жетіп жатыр ғой, мұнайды, газды бәрін алды. Енді ұлттық парктер жұмысы қанша? Мысалы да, былай айтқанда ұлттық парк дейміз, табиғи, бұлардың бәрі мемлекеттік болу керек. Мемлекеттік қолда, мысалы, мемлекеттік қолда. Сондықтан әрине бұл дұрыс емес. Ол керек болатын болса, бұны қайтадан алу керек. Сөйтіп халықтың игілігіне жарататын жағдай жасау керек, мысалы. Сондықтан ұят бұл, бір сөзбен айтсақ, ұят нәрсе. Бұл адам өскен сайын қайта мәдениетті болуға тырысу керек. Әлем көрген азаматтар ғой бұлай, шын айтқанда. Ал табиғат деген не? Табиғат деген Шәкәрім айтқан, кімнің бойында дейді, мәдениет пен
мәдениет пен табиғат теңессе дейді, сол қадірлі адам дейді. Міне біздің бойымызда мәдениет пен табиғат теңесе ме? Табиғат бір жақта жүр, мәдениет бір жақта. Оның себебі мынау: кім өрген, қолында билігі бар, алады, жасайды, жөнді жасап атқанда бар шығар, жасамай атқанда жеткілікті. Мысалы, бұның бәрі халықтың алдында, көз алдында болу керек, айналайын. Сондықтан әсіресе табиғатқа келген уақытта жаңағы біз өте мұқият қарауымыз керек. Енді жақында Тоқаевтың айтуымен жер комиссиясы құрылды, құрамында 80 адам бар, барлығы дерлік үкіметтің адамдары. Мүлде жер мәселесіне қатысты адамдар емес, ауыл шаруашылығына қатысты деген сияқты. Енді комиссия жер жекеменшікке берілсін бе, жоқ па деген тақырып төңірегінде бір ай дауласты да жұмысын тоқтатты. Олар жер дауын шеше алмады, былайша айтқанда. Тағы да 5 жылға мораторий ұсынды. Енді біздегі осы жер комиссиясының бағасына көңіліңіз тола ма? Соңғы. Енді былай болып тұр, айналайын. Назарбаев уақытысында халық көтерілгенде комиссия құрылған. Білесіз, соның мүшесінің біреуі мен, Шаханов болдық мысалда. Соның Мұхтар Тайжан бар, азаматтар бар. Енді қазірде жер комиссиясында мен кім бар екенін білмеймін де, сіздер айтып отырсыз жаңағы. Үкіметтегі адамдар бар, 80 адам бар. Қоғамдық пікір айтатын азаматтар болу керек. Қоғамнан, елден болу керек. Мысалы, комиссияда біздің әр облыстан бір адам, 2 адам болса да жаман болмас еді. Тек анау Астанаман, Алматы емес. Солай емес пе? Соныкен білімді, білікті азаматтар болу керек, ол бір. Екінші жағынан көңілім әрине толмайды, себебі ол не деген сұмдық? Тағы 5 жылға мораторий деген не? Мораторий қай уақытта жасалу керек, мен айтайын. Ол өте тағдырлы кезеңде. Мысалы, бір айтқан жерден аулақ соғыс болып кете ма, бір үлкен апат бола ма, сондай уақытта мораторий деген болады. Мораторий деген шарасыздық. Қазақ сөзін айтқанда, сонда біз шарасыз болғанбыз ба, қазақ мемлекеті? Қайта бұны жер комиссиясы құра қойсын. Онда мынау заңды шегелеп заңға, сөйтіп заңға жазсын. Ол не деген моратория? Ол мынау Назарбаев мораторий жасады, себебі өте қиын, халық көтеріліп кетті. Ол дұрыс-ақ. Бірақ ары қарай енді қайтадан оны тағы мораторий деп созудың қажеті жоқ қой. Оны заңмен шегелеу керек. Мына жерді сатпаймыз, мына 10 сотықты береміз, айтпесе мынандай іс-шара жасаймыз, мынандай жобалар жасаймыз деп. Сонда халық түсінеді. Сондықтан мен бұл комиссияның мәселесін мен түсінбеймін. Иә, сол бір кездері сол жаңағы митинг қайдан шықты 2016 жылғы? Назарбаев жерді, ауыл шаруашылығы жерлерін Қытайға бермек болды деген ақпарат ел ішінде тарап кетті. Сосын барып осындай бас көтеру болды ғой. Жалпы соған тоқталып өте аласыз ба? Енді бұл жерде былай ғой. Бұл жерде нақты дәлел керек, айналайын. Алып қашты сөзбен айту. Бұл жерде енді бір саясаттанушының кітабында солай жазды. Енді жаза береді ғой, ол қазір деген нақты мысал керек. Бірақ күдік болды, дұрыс айтасың. Себебі Назарбаев Қытайдан 20 миллиард кредит алды, білесің. Мысалы біздің оның астарында қандай мәселе жатыр? Оны сіз бен біз білмеуіміз де мүмкін. Себебі әртүрлі әңгімелер де бар. Әсіресе мынау Семей жағында жерлерді беріп қойды деген сөздер бар, мысалы, біраз. Бұның бәрі ашықтық болу керек. Комиссия құрып, комиссия айту керек. Мынанша жер өтіп кетті, мынанша жер өтпеді, мына құрып бос сөз. Халыққа шындықты айту керек, айналайын. Халыққа шындықты айтса, міне жаңағы комиссияның өзі, осы комиссия не істеп отыр қазір? Осы комиссияның жұмысы керек болатын болса, кімнің қолында жер, қанша жер бар екенін, шетелге кеткені бар ма, өзіміздің байлардың қолында, осы комиссия неғып осыны қарамайды? Не үшін комиссия? Айтыңызшы. Өкіметтің сөзін сөйлеу үшін комиссия ма? Комиссия деген халықтың сөзін сөйлеу керек. Сонда жаңа сенің сұрағыңа жауап шыға келеді. Мысалы. Сондықтан жалпы жер мәселесіне келген уақытта мен айтайын, біз бұл жерде жалтақтамауымыз керек. Қытай болсын, Ресей болсын, нақты міне жеріміз біздікі. Ресейдің небір депутаттары тағы бір нәрселер айтып жатыр. Ол жер біздікі, айтпесе Қазақстанға бергенбіз, сыйға тартқанбыз деп бір фантазияны айтады. Сонда біздің депутаттар керек болса мәжіліс қаулы жасап шығу керек. Сөйтіп айту керек Путинге. Міне біздің мәжілісте депутаттар қаулы қарады, қаулы міне бар жоғары парламенттің. Міне жердің тарихы да былай бізде.
баяғы алаш тұлғалары Байтұрсыновтан бастап баяғы білесің, солар көтерген мәселенің бәрін. Ленинге кіріп шекараның бәрін сызып, бәрін белгілеген. Одан кейін егеменді алғаннан кейін жоғары кеңес белгіледі бәрін, өкімет белгіледі. Енді қалай бұндай сөзді? Осындай сөздерге Ресейден шықсын, қай жерден шықса, тікелей реакция беретін кім ол? Жалғыз ғалым, әйтпесе жеке адамдар, ол былай айтқанда басқа статус. Бұл жерде парламент беру керек. А біздің парламент бұл жерде былай айтқанда активный емес.